Периодические издания– это живая летопись нашей современности. Камастинская районная библиотека представляет вашему вниманию обзор ведущих газет, который поможет сориентироваться в потоке последних новостей и интересных публикаций. Егемен Қазақстан. Елдегі басты қазақ тілді мемлекеттік басылым. Газет президент жарлықтарын, жаңа заңдарды және маңызды саяси-экономикалық реформаларды жариялайды. Негізгі бағыты мемлекеттік саясат, ұлттық құндылықтар мен мәдениет. Ана тілі. Ана тіліміздің бас газеті. Басылым ұлттық руханият әлемнің беделді жолбасшысы бола отырып, мәдениет, тарих, салт, дәстүр және ұлттық тәрбие мәселелерінің арқау етеді. Қазақ әдебиеті. Елдегі басты әдеби-мәдени басылым. Газет проза мен поэзияға, жазушылар шығармашылығына және ана тілі мәселелеріне арналған. Бұл ұлттық руханият пен мәдениетті талқылайтын негізгі алаң. Қостанай таңы. Облысымыздың мемлекеттік тілде шығатын басты басылымы. Ғасырлық тарихы бар бұл газет өңір тынысын, экономика мен ауыл шаруашылығынан бастап, мәдени іс-шаралар мен жерлестеріміздің жетістіктеріне дейін жан-жақты баяндайды. Заң газеті. Құқықтық салаға арналған мемлекеттік басылым. Газет жаңа заңдар, сот жүйесі, жемқорлықпен күрес және құқық қорғау органдарының жұмысы туралы жазады. Негізгі мақсаты халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру. Қазақ спорты. Салауатты өмір салтын серік еткендердің басты басылымы. Газет отандық чемпиондардың жетістіктерін, әлемдік спорт жаңалықтарын және ұлттық спорт түрлерінің дамуын жазады. Казахстанская правда– общенациональная газета Казахстана, издается с 1920 года. Казахстанская правда пишет об официальных решениях власти, публикуя указы президента и новые законы. Газета освещает ключевые события в политике, экономике и социальной жизни страны. Аргументы и факты Казахстана. Это еженедельная общеполитическая газета, которая сочетает мировые новости с местными событиями. Она пишет о насущных проблемах общества, экономике, культуре. Юридическая газета – это ведущее правовое и общественно-политическое печатное издание. Она публикует официальные нормативные постановления, указы президента, законы, новости, законодательство и правовую аналитику. Костанайские новости – это региональное общественно-политическое издание, которое освещает новости Костанайской области и города Костанай, местную жизнь, политику, экономику, происшествия, культуру, а также социальные вопросы. Костанай Агро – это специализированная региональная газета, ориентированная на сельское хозяйство и аграрный сектор Костанайской области. Издание пишет о технологиях земледелия, животноводстве, мерах государственной поддержки фермеров и жизни в сельских регионах. Газета «Наш Костанай» – это официальная газета города Костанай, которая фокусируется на жизни областного центра, то есть издание освещает повседневную жизнь города. В отличие от областных газет, здесь больше внимания уделяется именно городским новостям и решению конкретных микрорайонов. Наша газета – это независимое издание Костанайской области, известное своей критической позицией и острыми материалами. Газета пишет о городских проблемах и защите прав граждан. Основной акцент делается на диалоге с читателями и контроле за работой местных властей. Камасты жаңалықтары, Камастинские новости. Это районная общественно-политическая газета Камастинского района. Издание освещает местную жизнь, новости сельских округов, работу акима, успехи аграрии и фермерских хозяйств. Большое внимание уделяется социальным вопросам района, жизни жителей райцентра, молодежи и развитию инфраструктуры в селах.